Құрметті достар, керемет бір осындай қызық оқиға естіп қалдым Айса алейхиссалам жайында. Бір кезде Айса алейхиссалам көшеде өзінің қасындағы серіктестерімен, сол кездегі сахабаларымен, апостолдарымен кетіп жатқан кезде сол жердегі тұрғындар Айса алейхиссаламды боқтап, балағаттап, лағнеттеп бастайды. Жаман сөздер айтып келіп бастайды, ойына келген. Сөз Айса алейхиссалам оларға просто қарап, жымиып, онымен қоса жақсы сөздермен шығарып салады екен оларды. Қасында сахабалар, апостолдар таңғалады. Неге сені боқтап отыр, балағаттап отыр, неге сен оларға күліп, еще онымен қоса сен оларға жақсы сөз айтып жатсың дейді. Айса алейхиссалам жымиып айтады: әр адам өзіндегі бар нәрсені шығарады дейді. Сол сияқты бауырлар, қазіргі біздің кейбір кезде ашуланып кететініміз, кейбір кезде біреулер болады төбелесіп кетеді, біреулер болады кішкентай бір сөзді көтере алмай қалады, біреулер болады әрдайым біреуді жамандайды да жүреді, немесе біреулер болады ештеме көтере алмайды, еріншек. Сондай сияқты нәрселер бауырлар біздің жалпы өзіміздің ішіміздегі бар нәрселер. Және бұған ең үлкен септігін тигізетін ол біздің алып жатқан ақпараттарымыз бауырлар. Яғни бана Иса алейхиссалам айтты ғой, әр адам өзінде не бар соны шығарады. Яғни не бар өзіне қайдан алды, ішінде көкейінде қандай нәрсе жиналған соны шығарады дейді. Яғни біздің көкейімізге, біздің миымызға ол қазір мына телефондан алып жатқан ақпараттарымыз, оқып жатқан нәрселеріміз, көріп жатқан нәрселеріміз және қасымыздағы бізге әсер тигізіп жатқан ортамыз. Сондықтан осы нәрселерге қатты мән беруіміз керек бауырлар, бұл бізге үлкен әсерін тигізеді. Мен сіздерге бір нәрсе айтып берейін бауырлар. Бізге бір мысал ретінде айтайын, жаман ой келген кезде бізге ең бірінші басымызға сол ой келеді. Ой келгеннен кейін желание ашылып бастайды. Желание ашылғаннан кейін адамда ниет басталады. Ниеттеніп бастайды. Ниеттеніп бастағаннан кейін уже адамда не болады? Действие басталады, яғни әрекет жасап бастайды. Ал әрекеттен кейін адамда ол привычкаға айналып бастайды. Сол сияқты, егер біз банағы бұғауыз айтуды ойымызға келген кезде, оны ниеттенгеннен кейін, оны әрекетке қылсақ, әрекеттен кейін банағы привычкаға айналдырып жіберсек, бізде бұғауыз айту уже привычка болып кетеді, әдет болып кетеді. Әдеттеніп уже бұғауыз айтып кетеміз. Бұның барлығы әдетке, привычкаға, банаға ой салатын барлық нәрсе біздің осы телефоннан қарап жатқан ақпараттарымыз. Сондықтан бауырлар, баршамызға телефоннан не қарап жатыр, кімге подписанбыз, қандай блогерлерді қарап жатыр, ол блогерлер бізге жаман нәрсе келіп жатыр ма, жақсы нәрсе келіп жатыр ма, бұл блогерлер вообще мұсылмандар ма, Құран сүннетке сай нәрсе айта ма, бізге зиян тигізбей ма, отбасымызға зиян тигізбей ма, осы нәрселерге қатты мән берейік және қасымыздағы орталарға да мән берейік. Ортамыз нашар болса, ортадан кішкене алыстауға тырысып, өзімізге жақсы ортаны табуға тырысайық. Баракаллаху фикум, ақпарат пайдалы болса, не істеу керек екенін білесің.